Қазанның 18 мен 24 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 237 іс-шара өтті. Өткен аптада мемлекет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапар барысында Ұлытау ауданындағы Жошыхан тарихи-мәдени кешеніне барды. Президентке өңірдің тарихи-мәдени кешендерін дамыту жоспары таныстырылды. Қасым-Жомарт Тоқаев қасиетті тарихи нысандар үнемі ғалымдардың назарында болу керектігін атап өтіп, келесі жылы Алтын Ордаға арналған халықаралық конференция өткізуді ұсынды. Рим кинофестивалінде «Қазақ. Алтын адамның тарихы» деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Туындының режиссері Оскар сыйлығының 3 дүркін иегері Оливер Стоун болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтан алған сұхбаттар сериясы арқылы Оливер Стоун Қазақстанның қалыптасу мен дамуының көп жылдық тарихын көрсетті. Мен бұл фильммен мақтанам, әрі оның мұнда ұсынылғанына қуаныштымын. Осы арқылы батыс елдері Қазақстан туралы көбірек білетін болады, дейді Оливер Стоун. Өткеннің жетістіктерінен болашақ жоспарларға дейін қазақстандық жастар елдің 4-ші 10 жылдықта қалай дамитынын талқылауда. Осы аптада мұндай жастар форумдары Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Атырау облыстарында өтті. Халық бірлігі елдің табысты дамуының негізі, дейді жастар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 30 үздік ауыл жинағы жарық көрді. Кітапта елдің ең үздік ауылдары және тәуелсіздік жылдары ауылдың көркеюіне үлес қосқан азаматтар туралы баяндалады. Жоба сондай-ақ жастар мен меценаттардың назарын ауылға аударуды көздейді. Ауылдың гүлденуі Қазақстанның гүлденуі республикалық марафон аясында әрі нан күніне орай ел мектептерінде алғашқы тың игерушілер мен ауыл еңбеккерлерінің қатысуымен сабақтар өткізілуде. Онда оқушылар бидайдың қалай өсірілетінін және диқандардың қажырлы еңбегі туралы біледі. Маңғыстау облысында тәуелсіздік керуені акциясы басталды. Желтоқсан айына дейін өңірде тәуелсіздікті мерекелеуге және ұлттық құндылықтарды дәріптеуге арналған түрлі іс-шаралар өткізілетін болады. Акцияның бірінші аптасында ауыл ел бесігі жастар керуені Қарақия ауданына барды. Керуен мүшелері жас кәсіпкерлердің өнімімен танысып, жергілікті жастармен аудан өмірін жақсарту мақсатында жаңа цифрлық өнімдерді қалай енгізу қажеттігін талқылады. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.